Жоқ, ол ескі стендтер болған. Мен қалай айтса болады. Бұл сапа бақылау. Бүгін біз номері 8-ші қалалық емхананың жұмыс көрсету сапасын тексеріп көретін боламыз. Ендеше кеттік. Дәл қазір жақында ғана күрделі жөндеуден өткен номері 8-ші қалалық емханаға келдік. Өте керемет жасалған. Барлық қызмет көрсету сапасы жақсы деп сенемін. Алайда кейбір қызмет түрлерін ұмыт кеткен секілді. Мәселен, дәл қазір мен емхананың кіреберісінен тегін берілетін дәрі-дәрмектің тізімін байқап тұрған жоқпын. Осы корпуста стендтер бағанағы тегін берілетін дәрі-дәрмектің тізімдері болмады ма сонда? Жоқ, ол ескі стендтер болған. Енді ремонттан кейін біз жаңадан заказ бердік. Енді стендтер келеді. Біз негізі сол информация дайындап қойдық, бірақ стенд жоқ келетін. Енді келеді, содан кейін сол жаңадан бәрін міндетті түрде осы дәлізде болады ғой? Иә. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай емханада қызу жұмыс жүріп жатыр. Дәл қазір біз тұрғындардың пікірін сұрап білетін боламыз. Жалпы медбикелердің жұмысы ұнай ма, әлде ұнамай ма? Қанша баға береді екен? Бірге көрейік. Қанша баға бересіз дәрігерлердің жұмысына? Енді ең баяғыда мектепте алатын бағамыз 5 қой, 5 баға береміз. Емхананың қызмет көрсету сапасына қанша баға бересіз? Жақсы, нормально. Қандай қызмет алуға келдіңіз қазір? Мен қазір укол салғызайын деп отырмын. Давлениемен. Әпке, сіздің көңіліңіз тола ма осы медбикелердің жұмысына? Мен қалай айтса болады. Болады? Нормально. Бүгін біз номер 8-ші қалалық емхананың жұмысымен толығымен танысып шықтық. Жалпы қызмет көрсету сапасын жақсы деп айтуға болады, өйткені тұрғындардың көңілінен шығып отыр. Алайда кейбір олқылықтар да бар. Мәселен, емхананың дәлізінде және де сайттарда тегін берілетін дәрі-дәрмектің тізімі мүлдем жоқ. Дәрігерлердің айтуынша жақында ғана құрылыс жұмыстары жүргізілген. Алдағы уақытта новый стендтер алынады деп сендірді.